Тхапки есін жияды. Сол кезде ол көзін ашып Биханға Друв дейді. Бихан оны ауруханаға алып кетеді. Оның жағдайы сәл жақсарған соң оны үйіне алып келеді де Тхапки айтады: "Мені құтқарып қалғаның үшін рахмет", дейді Биханға. Бихан кетеді. Тхапки суын ішіп отырады. Сол кезде Васундра келіп: "Бұл Синг мырзаның қызы. Оны сен келіссең, бізге келін қылып алайық", дейді. Друв еш ойланбастан "Мен келісемін", дейді. Тхапки қатты таңғалады. Тхапкидің көңілі түсіп кетеді. Васундра екеуі Тхапкиді үйден кетіруге жоспар құрады. Сол кезде Тхапки қатты жылайды. Друв пен Синг мырзаның қызы үйленеді. Васундра өте қуанышты болады. Тхапкидің көңілі түсіп жылайды. Бірақ ол жылағанын білдіртпейді. Васундра айтады: "Менің арманым орындалды", дейді. Сол кезде шыраққа өз-өзімен сөйлесіп отырып: "Мен бұл отбасының байлығын да, барлық мүлкін аламын", дейді. Сол кезде Друв бөлмеге келіп қалады. Ал оны естімеген болатын. Таңғы арти кезінде ол келініне айтады: "Біз Тхапкиді азаптап бұл үйден кетіретін боламыз", деп бірге. Келесі бөлімдерін көргіңіз келсе, арнаға тіркеліп лайк басыңыз.